Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мамандық таңдау ең жауапты іс. Жалпы мамандықты қалай түсінесіздер? Мамандық дегенімізді, мамандық қарапайым өмір сүру көзі, және де қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің бір түрі. Сіздер өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда суретте қазақ тілі кітабында бізде мамандықтың бірнеше түрлері көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ең бірінші бізде тұрған биші. Мәнерлі де әсем дене қимылын қимылдап, сазына сәйкестендіре отырып билейтін адамды біз биші деп айтамыз. Келесі тұрған бізде әнші. Халық алдында ән шығып, ән салады, әсем даусымен күмбірлеген, балалар. Келесі бізде тұрған жүргізуші. Өздігінен жүретін машиналарды басқаратын адам, мысалы автобустың жүргізуші деп атаймыз, жүргізуші деп атаймыз. Келесі тұрған бізде суретші. Қиялға еркіндік беретін жан. Суретші өмірімізге сұлулық сыйлайтын адам, әртүрлі өзінің суреттермен тамсандыратын, әдемі суреттермен, картиналармен тамсандыратын адамды біз суретші деп атаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда келесі етікші. Мамандығы көне кәсіптің бірі, оның тамыры жоғарғы палеолит дәуірінен басталған. Етікші жайлы бізде көптеген ертегілер, мақалалар, көптеген қызықты ертегілер бар етікші жайлы. Сиқырлы етікші деп атайды, әртүрлі ертегілер көп. Келесі бізде тұрған шаштараз. Шашымызды әдемілеп қиып беретін, прическа жасайтын адамды біз шаштаразды деп атаймыз. Өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай суретінде белгіленіп тұр. Келесі бізде ұстаз, мұғалім дейді. Мұғалім шәкірттерді білімге жетелейді. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп атайды. Білімді де, тәрбиені де бізге көп мағлұматты беретін ұстаздықтан, кішкентай кезімізден, табалдырықтан бастап ұстаз, мұғалім бізге өте білім беретін тәрбиелі мұғалім, ұстаз деп айтамыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандарда келесі сиқыршы. Жер бетінде сиқыр өнері қанша ғасыр өмір сүрсе, ол сонша ғасыр бойы адамдарды таңғалдырумен, тамсандырумен келеді. Сиқырдың қырын, сырын білу, оның жұмбақ тұстарына бойлау, қарапайым халық үшін әрі қызық, әрі құпиясы ашылмайтын тылсым дүниеде әсер береді. Сиқыршының өз өмірі, оның сиқырсы өзінің істеген сиқырын өмірі ешкімге айтпайды, құпия ретінде ұстайды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай келесі бізде ұшқыш, аңшы, өздеріңіз білеміз, аңшы, сатушы, құрылысшы, өздерінің тұрып жатқан үйлерді салатын, зәулім ғимараттарды әдемілеп салатын адамды құрылысшы деп атаймыз. Теңізші, көріп тұрғандарыңыздай, дәрігер адам өмірінің арашасы. Ауырып қалсақ, біз бірден дәрігерге жүгінеміз. Ол біздің ауырып тұрған жерімізді емдеп, бізге ең бірінші көмек беретін адамды біз дәрігер дейміз, балалар. Ауырып қалсақ емдейтін, барлық емді білетін дәрігерлерге біз жүгінеміз. Мамандық сөзі жалпы латин тілінен шыққан. Ол жұрт алдында сөйлеу, жариялау деген мағынаны білдіреді. Ол өзінің ісінің нағыз мамандығын атану екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол үшін ең алдымен мамандығымызға деген махаббат болу керек. Ең алдымен мамандық таңдау өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Қазіргі таңда мамандықтардың түрлері өте көп. Әлемде 50-ден астам мамандық түрлері бар екен. Өздеріңізде көріп тұрғандарыңызда жаңа мамандық түрін барлығын айтып өтті. Бұдан да басқа мамандық түрлері бар. Енді келесі мен сіздерге
Бұл жерде бізде бірнеше суреттер берілген балалар. Көріп тұрсыздар ма? Бұл жерде берілген сөздерді сәйкес суреттердің астына жазды. Бұл жерде бізде жаңа мен сіздерге таныстырып өттім. Бұл жерде қандай мамандықтарды көріп тұрсыздар. Егер маған көріп тұрсаңыздар, маған айтыңыздар, мен сол мамандықты астына жазамын. Бұл жерде бізде мұғалім, жаңа өзім айтып өткендей, мұғалім, аспазшы дейді. Так. Маған өзі көрінбейді кішкене. Аспазшы бізде қай жерде тұр? Так. Бұл жерден сіздер бірнеше суреттер тұр. Соның ішінен қай мамандықты мен жаңа сіздерге айтып өткен. Сиқыршы дейді бізде. Дәуреңгүл. Сиқыршы. Неудобно. Сиқыршымыз қайда бізде? Сиқыршы бар ма бұл жерде? Мен көрмей тұрмын. Бұл жерде бізде әнші бар, е? Әнші. Сосын бізде не бар тағы? Тенісші. Дұрыс айтасыз, Дәуреңгүл. Тенісші бар. Сосын тағы не бар? Мұғалім дейді, әнші, суретші дейді. Мұғалім қайда бізде? Мұғалім, биші, тенісші, суретші, құрылысшы, ұшқыш, ұшқыш, аңшы, Риза, дұрыс айтасыз. Аңшы бар екеміз жерде. Сосын ең соңғы дәрігер. Ой, құрылысшы екенен соң дәрігер. Дәрігер. Сонымен бұл жерде бізде неше мамандық түрі берілген? Мұғалім, әнші, биші, тенісші, аңшы, ұшқыш, суретші, дәрігер, құрылысшы. Жарайсыздар. Енді келесі бізде сіздермен шағын кроссворд шешуге. Бұл жерде сөз жұмбақтар жасырылған. Бұл жерде сіздер бұл жерде қандай мамандықтың иесі жасырылып тұрғанын кім табады екен? Сөз жұмбақ. Ең бірінші тұрған бізде қайшы нені суретін белгілейді? Қайшы. Қайшы бізде кім айтады екен? Қайшы бізде нені суретін белгілейді екен? Нені сурет мағына қай мамандықтың? Шаштараз, дұрыс айтасыз. Шаштараз, дұрыс. Енді келесі бізде тұрған не? Так, бізде келесі тұрған дәрігер дейді. Дәрігер қайда? Дәрігер, дұрыс айтасыздар. Тенісші бар дейді. Тенісші, дұрыс. Әнші, дұрыс. Әнші. Ұшқыш. Дұрыс айтасыздар. Сатушы, дұрыс айтасыздар. Жылдам шешеді екеніз. Сатушы. Енді бізде қалған сатушы. Енді бізде біреу қалды, е? Бұл нені суреті? Биші, Дәуреңгүл, дұрыс айтасыз. Биші. Осымен бір сөз жұмбақты жалпыламай шештік. Бұл жерде
шаштараз, сатушы, дәрігер, биші, тенісші, ұшқыш, әнші деген мамандықтардың сөз жұмбақтары жасырылған, жарайсыздар. Енді келесі бізде сіздермен мынандай сөз жұмбақ. Бұл жерде берілген сөздерді тауып, қандай мамандықтар жасырылғанын табу керек. Бұл жерде 5 мамандық жасырылған. Кім табады екен? Көрініп тұр ма сіздерге? Бұл жерде 5 мамандық жасырылған. Так. Кім табады екен? Так, дәрігер дейді. Дәрігер. Дұрыс айтасыз, Мадина. Әнші. Так. Өзім талмағым. Әнші. Дұрыс айтасыз. Ұшқыш дейді. Ұшқыш. Дұрыс айтасыз. Әншін таптық, ұшқыш таптық. Енді бізде қандай қалды? Дәрігер. Аңшы. Дұрыс айтасыз. Ой, міне аңшы деген. Соң біз барлығын таптық, Енді бізде біреу қалыпты екен ғой. Так, қандай біреу қалды? Дұрыс таптыңыз, әнші. Так, әнші. Көрінбей қалды. Ой, биші. Дұрыс, жарайсыз. Бұл жерде біз барлығын таптық. Биші, әнші, аңшы, ұшқыш, дәрігер. Біз барлығын жасырылған сөйлемін барлығын таптық. Жарайсыздар. Енді мен сіздерге бір жұмбақ жасырайын. Кім табады екен? Кім жылдам әрі шапшаң екен? Тәп-тәтті тамағы астардың маманы. Ол не бізде? Тәп-тәтті тамағы астардың маманы. Ол бізде қай мамандық екен? Ол бізде тіл үйретемі. Оны қандай мамандықтың? Аспазшы. Дұрыс айтасыз, Риза Дәуренгі. Келесі бізде кірпіштен сары үй салады, ол адам кім болады? Кірпіштен үй салады, зәулім үй салады. Ол кім? Қолынан келмейтіні жоқ. Әдемілікті жақсы көреді. Ол қандай мамандық бізде? Кірпіштен сары үй салады. Ол кім? Құрылысшы. Дәуренгім. Дұрыс айтасыз, жарайсыз. Астында жүйрігі, қолында құйрығы. Ол не бізде? Астында жүйрігі, қолында құрығы. Ол бізде? Дұрыс айтасыз, Сағираш. Құрылысшы. Дұрыс. Келесі біздің неміз? Жоқ, шықшы емес. Астында жүйрігі, қолында құрығы. Бұны сіздер шатастыру үшін кішкене ойнасын деп әдейі алдым. Бұл бізде жақсы. Бұл бізде жылқышы деп атаймыз. Аттың құлағында ойнайтын бізде жылқышы болады. Келесі бізде жұмбағымыз қалықтайды, бірақ ұшпайды. Ол не? Қалықтайды, бірақ ұшпайды. Ол бізде қандай? Жаңа мен сіздерге алғашында таныстырып өттім.
қалықтайды, бірақ ұшпайды. Мадина, дұрыс айтасыз, жылқышы. Енді аспанда ол самғайды. Ой, қолында қайшы қалқиды, бірақ ұшпайды. Ол не бізде? Жоқ, кеме емес. Мымбырала, сазды әуенмен. Ол бізде биші деп аталады. Қалқиды, бірақ ұшпайды. Музыкан әуенімен әдемілеп қалқитын. Дұрыс айтасыз, Дәуренге. Бізде оны биші деп атаймыз. Қолында қайшы тарағы тәртіпке шашты салады. Ол не бізде? Өз атында да тұр, қолында қайшы тарағы тәртіпке бізді шашты салады. Ол не? Ол бізде... Дұрыс айтасыз. Дұрыс, Дәурен, шаштараз. Дәурен өте шапшаң екен. Жарайсыз. Ол бізде шаштараз. Келесі. Аспанға ол самғайды, ғарыштарды шарлайды. Ол біз не бізде? Аспанға ол самғайды, ғарыштарды шарлайды. Жарайсыздар. Аспанға ол самғайды, ғарыштарды шарлайды. Ол бізде қандай мамандық иесі? Ұшқыш, ғарышкер. Дұрыс айтасыз, Риза. Дидар, жарайсың. Келесі бізде ала таяқ ұстаған, жол тәртібін ұсқаған, өмірінді күзеткен, ысқырығы күшті адам. Ол қандай бізде? Ол қандай мамандық иесі? Ала таяқ ұстаған, жол тәртібін ұсқаған, өмірінді күзеткен, ысқырығы күшті адам. Ол бізде кім екен? Жарайсың, Амина. Дұрыс айтасыз, Амина. Бұл бізде полиция қызметкері. Оның тіккен бұйымы аяғында қаптайды, шыға қалса жылымы әдемілеп баптайды. Ол бізде? Жарайсыз, Амина. Бүгіннағы жарайсыз. Келесі. Оның тіккен бұйымы аяғында қаптайды, шыға қалса жылымы әдемілеп баптайды. Тігінші, еттікші. Дұрыс айтасыздар. Бұның жауабы еттікші. Риза, жарайсыз. Ең соңғы біздің жұмбағымыз. Білімнің дәнін тереді, балаға тәлім береді. Ол не бізде? Білімнің дәнін тереді, балаға тәлім береді. Ол бізде жауабы ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Дұрыс айтасыз, Риза. Оның жауабы бізде ұстаз. Жарайсыздар. Көңіл бөліп сабағымызға қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.